Қарызыңыздан құтылғыңыз келе ма, немесе баяғыңыз келе ма? Онда осы әдісті күніне 100 реттен қайталасаңыз, сіз міндетті түрде қарыздан құтыласыз. Аллах тағаланың керемет 3 есімі бар. Осы есімдерді күніне 100 реттен айтатын болсаңыз, сіз міндетті түрде қарызыңыздан құтылатын боласыз. Және де үлкен олжаға, Аллах тағаланың керемет сыйлығына ие болатын боласыз. Күнде осы әдісті қайталап жүріңіз. Кеттік, бірге қайталап айтайық. Әл-Уахаб өте жомарт, береген. Адамдарды өз нығметтерімен ризықтандырады, берем деген нәрсесін береді. Кімде-кім дұғада бұл есіммен Аллаға жалбарынса, ол ешқашан қайыршы болмайды. Әрі ризық тамақ беруші. Алуан түрлі ризықтарды жаратады және сол ризықтармен мақлұқтарды ризықтандырады. Әл-Муғни байытушы. Өзінің қай құлын байытқысы келсе, шексіз ризық беріп байытады. Осы арқылы сынайды, байлықтардың барлығы оған қайтарылады. Достар, осы керемет 3 есімді күнде 100 рет айтып тұрыңыздар, міндетті түрде нәтижесін көресіздер. Рахмет.